Сәлеметсіздер ме? 6 сынып Қазақстан тарихы пән мұғалімі Пермағамбет Дәурен Шәріпович. Сабақтың тақырыбы көне түрік жазуы. Сабақтың оқу мақсаты. Көне түрік жазуының мағызын түсіндіру. Көне түрік жазуының мағызын біледі, көне түрік жазуының маңызын түсінеді. Сабақтың басы ой түрткі сұрақтар мен өткен тақырыпты еске түсірейік. Сұрақтар: түрік елдерінің билеушілері кімдер? Оң қай жылы билік етті? Шығыс түрік қағанатының билеушілері кім? Түрік мемлекетінің құрамында неше ру тайпа бар? Қандай себептерге байланысты батыс түрік қағанаты ыдырады? Білге хан қай қағанатты қалпына келтірді? Ежелгі мәдениет ескерткіштерінің ең бір кереметі бүкіл әлемге әйгілі болған ақын тас, жыршы тас, Орхон ескерткіштері 8 ғасыр, 5, 9 ғасырларда түркілер қоныстанған Алтай, Сібір, Орта және Орталық Азия жерінде жазу, сызу, егін, әдебиет, өнер, тарих ғалымдарының діни сенімдерін Орхон жылнамасы мен Талас аңғарынан табылған ескерткіштер айғақ. Түркілердің руна жазуының құпиясы қай ғасырда ашыла бастады? 1893 жылы дат ғалым Томсен алғашқы тәңір сөзінің құпиясы ашты. Оның кілті ашылған Орхон жазулары атты кітабында көне түрік жазуларының толық әліпби ғана емес, аудармасы жарияланды. Түркі жазуы құпиясының ашылуы Орта Азияда, сонау орта ғасырлар басында өркениет болғандығын көрсетті. Томсен ашқан жаңалыққа дейін түркілердің жазуы болмаған деген пікір қалыптасқан еді. Орхон өзен бойында табылған бұл ескерткіштердің ішінде тасқа қашалып жазылған 3 тарихи мұра ерекше аталады. Оның бірінші 731 жылы өлген хан інісі Күлтегінге, екінші 735 жылы өлген Білге қағанға, ал үшіншісі Тоныкөк арналған ескерткіштер. Оқушылар видеороликті көріп болған соң тапсырмаларды орындайсыздар. Түркі тайпаларының әліпбиі 35 әріптен құралды. Ол алғашында ру тайпаларының таңбалары бойынша жасалған. Түріктердің төл жазуы руна жазуы деп аталады. Бұл жазу ежелгі скандинавиялық руна жазуына ұқсас болған. Руна ескі, көне деген мағынаны білдіреді. Ежелгі түрік жазуының ескерткіштеріне тастағы жазулар жатады. Мұндай ескерткіш жазулар 19 ғасырда Монғолиядағы Енисей және Орхон өзендері бойынан табылған. Бұл жазулардың көпшілігі қайтыс болған адамдардың басына қойылған құлпытасқа, жартастарға ойылып жазылған. Осы жазу табылған жердің атына байланысты Орхон Енисей тас жазуы деген атпен белгілі. Бұл түркі руна жазуларында 6-8 ғасырлардағы түрік қағанатының тарихы, қолбасшылар мен қағандардың өмір баяны, ерліктері мадақ ретінде қысқаша баяндалған. Осы ежелгі түрік жазулары Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөктің құрметін арналған тарихи ескерткіштер. Күлтегін 684-731 жылдары әскери қайраткер, бас қолбасшы, атақты батыр. Ол бүкіл түрік мемлекетінің әскерін басқарған. Күлтегін әскер басы Білге қаған Тоныкөк кеңесшісі болып тұрған 15 жыл қағанаттың ең гүлденген, мерейі тасыған кезеңі болды. Күлтегін Білге Тоныкөк мемлекетті күшейту мақсатында көптеген жорықтарға қатысып, жеңіске жетіп отырған. Олар бар күшін түрік мемлекетін біріктіруге жұмсайды. Осы мақсатта ішкі және сыртқы жаулармен күрес жүргізеді. Осы шайқастарда Күлтегін өзін тамаша қолбасшы, батыр ретінде көрсете білді. Күлтегіннің жауынгерлік жорықтары туралы қабіріне қойылған құлпытасқа ойылып жазылған. Ғылымда Күлтегін жазуын руна немесе сыры ашылмаған құпия жазу деп атайды.
Күлтегін ескерткіші қазіргі Моңғолия мемлекетінің астанасы Улан Батырдың батысынан табылды. Ескерткіш Астанадан 400 шақырым жердегі ескі қорғанның маңында орналасқан. 1889 жылы осы ескерткішті алғаш орыс ғалымы Ядринцев тапты. 1893 жылы Дания мемлекетінің ғалымы Вильгельм Томсен Людвиг Петр онда жазылған алғашқы сөздер тәңір және түрік сөзі екендігін анықтаған. Тоны көк, шамамен 646-731 жылдар. Түрік қағанатының көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. Бас қолбасшысы, ойшылы, ақын болған. Ол білімі бар елшіде болды. Ол түріктер елінің 3 қоғам қайраткері, қолбасшысы, елтеріс қапаған, білге қағандардың ақыл беретін кеңесшісі болған. Құтлықтың ұлдары Білге, Күлтегінмен бірге Тоны көк түркештер тайпасы мен қытайларға қарсы жорықтарды басқарған. Тоны көк түріктердің жауынгерлік даңқын әлемге танытқан батыр қолбасшы. Ол түрік әскеріндегі ең жоғары мәртебе Апатархан, яғни түрік әскерінің саяси жетекшісі деген лауазымға ие болған. Кемеңгер ойшыл Тоны көк көрші елдер және тайпалармен достық қатынаста болу керек деп санаған. Тас қабірлерде түркі елінің қуанышын, ерлігі мен елдігін жырлап тасқа қашап, мәңгілік мұра қалдырған. Тоны көк тас жазуда із қалдырған қолбасшы, әрі дарынды ақын. Білге қаған 681-734 жылдары. Шығыс түрік қағанатының қағаны. Білге түрік батыры Күлтегіннің ағасы. Түрік қағанатын күшті мемлекетке айналдырып, еліне бейбіт өмір орнату үшін Білге Күлтегінді әскері баса, ал ақылгөй батыры Тоны көкті мемлекеттік кеңесші етіп тағайындады. Сөйтіп Білге Күлтегін Тоны көк ақылмен, адалдықпен, қайраттылықпен өзара тіл табысып, елін жерін қорғап, бейбітшілік орнату үшін бірлесті. Ақылды да қайратты Білге қаған Тоны көк Күлтегін түрік еліне бейбіт өмір қажеттілігін түсініп, оны орнатуға ұмтылады. Білге қаған тұсында 20 жыл шамасында Қытай мен екі ел арасында бейбіт өмір қалпына келтіріледі. Білге Құтылық, Күлтегін, Тоны көк қағандар және басқа батырлар мен даналардың елдің бірлігі мен оны қорғау жолындағы ерлік істері Білге қаған ескерткіштерінде жазылған. Бірлесіп ынтымақта болған түркі халқын жеңетін күштің жер бетінде жоқ екенін баяндайды. Түркілердің күші олардың бірлігінде екенін ерекше айтады. Бұл ескерткіш көне түркі тілінде жазылған. Батырларының ұлы ерлігін жырлаған мәңгі өшпес мұра. Бірінші тапсырма руна дегеніміз не? Томсон қандай жаңалық ашты? Күлтегін жырын талқыла. Йолк тегін тасқа жазылған мәліметтің талқыла. Екінші тапсырма көне түрік жазуының маңыздылығын анықтаңыз. Көне түрік руна жазуы құлпытастарға, тұрмыстық заттарға, қолжазбалар, хаттар әзірлеу қолданады. Екінші, көне түрік жазуын түріктердің саяси, тарихи туралы ақпарат береді. Үшінші, көне түрік жазуын түріктердің мәдениетін көрсетеді. Төртінші, көне түрік жазуын түріктердің дүниетанымдық ерекшеліктерін сипаттайды. Үшінші тапсырма түркі елінің дамуына себеп болған екі саланы ұштастырып отырып эссе жазу. Саясат, Білге қаған, Тоны көк, Күлтегін, түркілер, жұртшылдық, мәдениет, руна жазулар, маңызды тарихи құжаттар, аса құнды әдеби шығармалар, ксилография, орхон немесе құлпытас.